Жайсыз, түс көрдіңіз бе, сұлтаным? Күзетшіні шақыр. Күзетші. Иә, байрақ сұлтаным. Барлық батырлар мен бұқар жырауға хабар бер. Хан кеңесіне жиналсын. Көп болады сұлтаным. Ал арыстарым, батырларым, жерімізге шығыстан шүршіт сүйілігіп, шүршітпен бірге жоңғар жағаннан алып тұр. Батысымда орман елі осал тұсымды ойлап, өз ағам деген өзбегім өзегімнен тепкеді отыр. 300-дің басы бүгін бірікпесе, бірсігіні босқынға айналарымыз айдан анық. Бұған не айла бар сонда? О, жырауым, армысыз? Бар бол сұлтаным. Түс көрдім. Түсімде көрде жатыр екенмін. Бір бүйірден арыстанның, екінші бүйірден айдақардың дауысы естілді. Төбемдегі шаңыраққа қарасам, 3 уық қадалып тұр. Бір жағымда қасымнан тараған ұрпақтарым қылыш ұстап мені күзетіп отыр екен. Ал екінші жағымда уәлиден тараған ұрпақтарым Құран аударып отыр. Бұл қандай түс? Е арсым, көзінің тірісінде көрде жатсан, жасын ұзақ болар. Қылыш қайраған ұрпағым майданда, Құран аударған ұрпағым қағазда қалса, өзім қайда қалдым? Төбеңдегі шаңыраққа 3 оқ бекер қадалды деймсің? Ісің елге ұнаса, 300-дің жүревінде қаласын. Солай сұлтаным, бар сенгеніміз өзін. Уа алаш жұрты, қазақ елі! Бүгін ақ түйенің қарны жарылған күн. Бүгін арсың, айбатын болған Абылай 300-ге хан атанды. Халқым, менің 300-ге хан атанғаным ештеңенің шешімі емес, егер басында бірлік болмаса. О жырауым, батанды бер. Ханның жақсы болмаға қарашаның ерлігі. Қараша халқы сыйласа, алтыннан болар белдігі. Ер жігітке жарасар, қолын алған найзасы. Би жігітке жарасар, халқына тиген пайдасы. Керіншекке жарасар, емзөлі баласы. Бұл жалғанда бір жаман, ағайынның аласы. О ағайын, бөле тұғын тай үшін, қала тұғын сай үшін араздаспайық. Бірлікте болайық. Әумин.